Ақжол партиясының депутаттары 4 жыл бұрын ақысы төленсе де Түркістан облысының ауылдары мен мектептеріне бүгінгі күнге дейін көгілдір отынның жетпегеніне ашулы. Бүгінде ас суын ағаш жағып әзірлеп, үйін көмірмен жылытып отырған халқымыз үшін газ қолжетімділігі өте өзекті, тұрмыс сапасының маңызды көрсеткіші. Алайда өткен аптада Ақжол фракциясының депутаттарын Түркістан облысының тұрғындарымен кездесу барысында бұл мәселенің әлі де толығымен шешімі табылмай отырғандығынан хабардар болдық. Ауыл азаматтары газбен қамту мәселесін тағы да қайталай көтеріп, әкімдердің әсем есептерінің шындықтан алыс екенін жарыса айтып, жан айқайын жеткізді. Рухани астанамыз Түркістан бүгінде күннен күнге өзгеріп, қала келбеті облыс орталығының мәртебесіне лайық гүлденіп келеді. Дегенмен, қазақтың қара шаңырағы оңтүстік аймақ, инфрақұрылымдық даму, сапалы өмір сүру тұрғысынан тек Түркістан қаласымен ғана шектеліп қалмау керек. Мысалы, Түркістан облысы Келес ауданы Біртілек ауылы, еңбекші Оразата елді мекендерінің тұрғындарының айтуынша, осыдан 4 жыл бұрын аталмыш ауылдарға газ құбыры салынып, тұрғындар өз қаржыларына үйлеріне құбыр тартып, тіпті газ пешіне дейін қойып алған. Осындай жағдай Жетісай ауданының Көктөбе ауылында, Сайрам ауданының Жеті ауылында, Ордабасы, Қазығұрт ауылдарында орын алған. Өкінішке орай, бүгінгі күнге дейін осы ауылдарға көгілдір отын әлі жетпеген. Егер газ болмаса, тұрғындарда неге 4 жыл бұрын ақша жиналған? Ауыл азаматтарымен кездесу кезіндегі шағымдарға сүйенсек, Жетісай ауданындағы 72 мектептің 39 әлі көмірмен жылынады екен. Мысалы, Мәметова, Қараөзек, Мақташшы, Жансүгір, Құдайберді атындағы мектептер орналасқан елді мекендерге газ сонау 2014 жылы беріліпті. Бірақ сол уақыттан бері аттай 6 жыл өтсе де, бұл мектептердің газға қолдары жетпей отыр. Депутат ауыл азаматтары мен мектептерге газдың жетпеуіне себеп болып отырған шенеуніктер мен газ құбырының басында отырған өкілетті органның басшыларына 4 жыл бойы көгілдір отынсыз отырған ауылдарға көшіп, балаларын суық мектепте оқытып, келе жатқан қыстың қарсаңында тезекпен жылынып өмір сүруге кеңес берді. Сонда мүмкін бұл мәселе жылдам шешілер деген ойын жеткізді. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Ақжол фракциясы Түркістан облысындағы аталған ауылдар мен мектептерге бүгінгі күнге дейін газ келмеу себебі, оған жауапты лауазымды заңды тұлғаларды анықтап, олардың қандай жауапкершілікке тартылғаны жөнінде және бұл мәселе өз шешімін қашан табатыны туралы ақпарат сұрайды.